Бәрімізге белгілі жүрек аурулары әлем бойынша бірінші орында тұрған өлім себептері. Сондықтан алдын алу емдеуден жақсы. Алдын алу тексерістері жүрек ауруларының санын азайтып, оның қауіпті салдарынан сақтайды. Сол себепті алдын алу денсаулық тексерістері өмірдің ерте кезеңінде басталуы керек, орта жаста немесе қартайғанда емес. Жүрек ауруларына әдетте қауіп факторлары ретінде қант диабеті, гипертония және басқа да қауіп факторлары, мысалы темекі шегу мен дұрыс тамақтанбау жатады. Осының бәрін азайту керек және денсаулықты тексеру. Мысалы, қан қысымын өлшеу сияқты скринингтерді шамамен 18 жастан бастау қажет. Сол уақытта сіз липидтерді, яғни холестерин деңгейінің ауытқуын және басқа да көрсеткіштерді тексеруді бастай аласыз. Және осыған сүйене отырып, сол уақытта қант диабетіне де скрининг жасатуға болады. Сондықтан бастапқы нәтижелерге қарай кейінгі тексерулер мен зерттеулерді жоспарлауға болады. Әдетте, егер алғашқы нәтижелер қалыпты болса, келесі тексеруді 3-5 жылдан кейін өткізуге болады. Бірақ егер қандай да бір ауытқулар болса, онда бұл көрсеткіштерді мұқият бақылау қажет және оларды бақылауда ұстау керек. Егер сізде гипертония анықталса, қан қысымыңыздың көрсеткіші қалыпты деңгейде болуы керек. Ал егер холестериніңіз жоғары болса, оны дұрыс тамақтану немесе дәрі-дәрмек арқылы бақылау қажет. Ал қант диабеті анықталса, оны да дәрі-дәрмекпен және дұрыс тамақтанумен, басқа да шаралармен бақылауда ұстау керек. Осы тұрғыда кешенді алдын алу денсаулық тексерістері өте маңызды екенін атап өткім келеді. Өйткені бұл тексерістер әр адамның денсаулығын сақтау үшін қажет. Сондықтан мен барлық адамдарды белгіленген жасқа жеткенде, сол жас аралығында осы тексерулерден өтуге шақырамын және бұл өз денсаулығына көңіл бөлудің маңызды бөлігі екенін еске салғым келеді. Сондықтан осы қызметтердің барлығын пайдаланыңыздар. Сонда біз жүрек ауруларының алдын алып, оларды болдырмауға мүмкіндік аламыз. Рахмет.